Құрметті әріптестер, саламатсыздар ма? Бүгінгі баспасөз маслихатын бастаймыз. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня тема не то что интересная, а очень важная, потому что касается вроде бы конкретно отдельных людей, но в целом это показывает, насколько работает правоохранительная система и судебная в том числе. Поэтому речь пойдет о гражданине Айдыне Алпыспаевой. О нем подробно расскажут наши спикеры. Сегодня присутствует это отец подсудимого Кунанбай Шукурбаевич Алпыспаев, адвокат подсудимого Ардак Досмухамбетова, еще адвокаты Нурлан Азанбаев и Бибиджан Сайлаула. Дадим слово спикерам, а потом перейдем на вопросы-ответы. Кім бірінші бастайды? Басылып тұрмын. Саламатсыздар, құрметті журналистер. Бүгінгі тақырып осы Айдын Алпыспаев, Қасенов Мұрат Логвиненконың арестте қамауда заңсыз ұстауға соған арналған. Добрый день, господа журналисты, коллеги. Сегодняшнее наше выступление оно связано с незаконностью содержания 3 лиц: Алпыспаева Айдына, Мурата Хасенова и Логвиненко Сергея. Начну с истории короткой. Эта история началась в 2014 году и продолжается по сей день. В 2015 году указанных выше лиц приговором военного суда под председателем судьи Каирова осудили 14 лет, потом сократили до 11 лет. Но в 2021 году, в прошлом году, весной, по представлению председателя Верховного суда, данный приговор был отменен. И одним из оснований отмены приговора в отношении 3 лиц Верховный суд указал, я вам зачитаю, в 2021 году, в апреле 27-го, судьи Верховного суда Абнасиров, Абдиканов, Борамбаев, Мусабекова, Шермухаметов, Умарбекова, Рахметуллин. Что они указали? Что произошло в 2015 году под председательством судьи Каирова? Полномочия председательства судьи, то есть Каирова, ограничены определенными статьями Уголовно-процессуального кодекса. При этом статьей 633 УПК прямо запрещает любые действия помимо установленного порядка. Нарушение этих требований закона судом при рассмотрении уголовного дела в отношении Алпыспаева, Хасенова, Логвиненко подтверждается заявлениями 5 присяжных заседателей, приложенными к кассационному ходатайству защитника. В своих заявлениях присяжные Кулаков, Утигенова, Жолымбет, Керимбеков, Саруарова указали на факт неправомерного воздействия со стороны судьи при принятии решения в совещательной комнате, что часть бюллетеней была переписана по указанию последнего в сторону виновности подсудимых. То есть в этом абзаце Верховный суд указал, что 5 присяжных пожаловались о том, что судья Каиров в 2015 году неправомерно воздействовал на присяжных заседателей в сторону виновности подсудимых. На сегодняшний день мы фактически это дело рассматривает уже 3-й состав присяжных заседателей. В 2015 году, если так хронологически смотреть, 1-й состав, в 2021 году 2-й состав, и вот в 2022 году мы сидим с 3-м составом. Мы лично, 3 адвоката, участвуем в этом деле с июля 2021 года. В 2021 году 2-й состав присяжных заседателей 29 октября, 2 ноября 2021 года судья огласила постановление, что она распускает присяжных заседателей, это 2-й состав, судья Королевская, по причине получения ею информации о том, что 2-й состав присяжных огласил свое мнение, выразил
о невиновности подсудимых и желает их оправдать. В постановлении 2 ноября 2021 года судья так и написала. 1 ноября секретарь судебного заседания Яруллина доложила о том, что 29 октября 2021 года между ней и присяжным заседателем состоялся разговор, в ходе которого было высказано мнение о том, что коллегия присяжных заседателей считает подсудимых невиновными, и они будут оправданы. Суд считает, что коллегия присяжных заседателей проявила тенденциозность, высказав мнение об исходе дела вне совещательной комнаты, объективность которых вызывает обоснованное сомнение в связи с наличием у них предвзятого мнения. Это по истечении 3 месяцев участия присяжных заседателей на судебном заседании под председателем судьи Королевской, когда они вместе с другими участниками процесса изучали материалы следствия. То есть у них сложилось мнение, что наши подзащитные невиновные. Это уже второй состав так считает. Но судья посчитала, что они предвзяты и решил распустить по постановлению 2 ноября 2021 года. Сейчас третий состав. То есть я вам рассказал историю, что 2 состава присяжных. Ну, первый состав определенное количество, половина желала оправдать по имеющимся заявлениям в СМИ. Второй состав присяжный также хотел оправдать, но сложилась такая обстановка, что, как Верховный суд установил, в 2015 году незаконно воздействовал судья раз, во второй раз военный суд в лице председателя судьи Королевской, узнав об их мнении, о том, что они его огласили публично, в разговоре между секретарем, также решила, получается, не получилось у второго состава оправдать, выразить свое мнение в совещательной комнате. Мы после этого заседаем с третьим составом присяжных заседателей. Происходит определенная борьба между обвинением и защитой в рамках Уголовно-процессуального кодекса, в который 27 декабря 2021 года внесены изменения. Вот та статья, по которым обвиняются наши подсудимые, наши подзащитные, она является особо тяжкой. В 2021 году, в конце года, были изменения о том, что теперь отныне будет после истечения срока 6-месячного содержания под стражей суд имеет вправе продлить либо изменить меру пресечения. Данное дело поступило в военный суд после отмены Верховного суда в мае 2021 года. То есть они с мая числятся за судом под арестом. Соответственно, в соответствии с этим законом номер 88-7 8 января, ввиду того, что данные лица находятся под арестом более 6 месяцев, суд вправе был принять соответствующее решение о продлении срока, либо изменении меры пресечения. Однако же мы обратились в следственный изолятор с письмом, а действительно ли поступало постановление о продлении срока ареста. Почему они с 8 января, с того момента, как вступили изменения, поправки в УПК, они находятся до сих пор под арестом. Постановление нам не оглашалось, не вручалось в суде. Соответственно, следственный изолятор нам ответил, что постановление с военного суда о продлении срока ареста данных лиц к ним не поступало. Мы, в свою очередь, следом обратились с письмом с заявлением о необходимости освобождения ввиду истечения срока содержания и отсутствия продления этого ареста. Прошла уже неделя с того момента, как следственный изолятор был уведомлен об этом, и в соответствии со статьей 14, частью 4 УПК, руководитель администрации, суд, орган досудебного расследования, руководитель медицинской организации обязан освободить незаконно содержащегося под стражей в связи с истечением срока, установленного законом.
Вот на данный момент закон не исполняется ни следственным изолятором. Вчера была опубликована по данному поводу статья у журналиста вашего коллеги Михаила Казачкова о том, что подобные решения ранее также принималось и в Атырауском суде по особо тяжкому преступлению по категории такой же, где судья в первый же рабочий день 10 января 2022 года принимала решение о продлении срока ареста. В нашем случае такого решения не было. Со дня поступления дела прямо указывает Верховный суд в своем нормативном постановлении о том, что срок содержания под стражей считается с даты поступления дела в суд. То есть мы совершенно правы, что с мая месяца должен рассчитываться срок. Но нам неизвестны ни мотивы, ни причины, почему следственный изолятор учреждения ЕЦ-166/1 не освобождает наших подопечных, наших подзащитных, несмотря о том, что их об этом императивно понуждает уголовно-процессуальный закон. Мы считаем, что мы правы, поскольку, я еще раз повторюсь, в Атырауском специализированном межрайонном военном суде, который также освещал Казачков, говорит, что в январе подобное решение в соответствии с изменениями, с новыми поправками в УПК принималось. Налицо у нас, значит, это дело, оно публичное, опубликовано в судебном кабинете. Вы можете, господа журналисты, если заинтересует, посмотреть. Это дело по обвинению Таубаева и Басарова. 10 января вот она опубликовала его, выпустила. Поэтому мы считаем, что почему мы к вам обратились, чтобы донести эту проблему, мы обратились и в Генеральную прокуратуру, и в МВД, и уполномоченному по правам человека. Реакции нету, и данная форма обращения является способом донести до сведения надзирающего органа Генеральной прокуратуры, МВД, как органа, в состав которого входит система уголовно-исполнительная, и уполномоченный по правам человека. Что мы понимаем в данном случае? Что наши подзащитные находятся в ущемленном, угнетенном положении на протяжении более около 4 месяцев. Фактически, если смотреть глубже, то приговор, который в 2015 году состоялся, он отменен, и люди находятся под содержанием, да, в условиях изоляции от общества более 7 лет. Без приговора суда фактически. То есть приговор был отменен, и люди 7 лет стоят. Пока все. Да, скажите, пожалуйста, у меня вот просьба, не то что вопрос, а просьба просто вкратце рассказать вообще о сути дела, по каким, скажем, преступлениям, не преступлениям были обвинены ваши подзащитные, и фабулу дела, потому что немногие это еще знают. И насколько знаю, в ходе вот этой истории с самого начала, с 2014 года, пострадали многие, в том числе и родная сестра Алпыспаева, к сожалению, не то что погибла, а покончила с собой, да, из-за этого. Вот буквально, чтобы вкратце люди понимали всей трагичности этой ситуации. Фабула дела такая. В 2014 году наших подопечных задержали в июне месяце, в начале, и обвинили в покушении и приготовлении на убийство гражданина Кудина Игоря Алексеевича. Покушение, как мы считаем, что я не буду суть дела, чтобы не формировать определенные предубеждения,
конкурируют наши доказательства следствия и защиты, но могу одно сказать, что из публикаций Казачкова, из постановления журналиста Казачкова, из постановлений Верховного суда мы имеем факт, что 5 присяжных в 2015 году пожаловались на судью о том, что он, еще раз повторюсь правильно, воздействовал в сторону обвинения подсудимых. В 2021 году присяжные, простые граждане, как и мы с вами, которые обладают своим мнением, также хотели оправдать. Вот это факт. То есть, рассматривая весь пакет документов, который был представлен следствием, я так понимаю, этих граждан Республики Казахстан не убедил в том, что было событие такое, как покушение и приготовление, и совершали ли его наши подопечные. Такая вот история. По версии следствия, какой мотив, в чем заключался? По версии следствия, об этом и вот журналисты присутствующий соцрепорт писал, и Казачков, повторюсь, еще раз писал. По версии следствия, Алпспаев, действуя в интересах неустановленного лица, в коммерческих интересах которого он попросил за определенную сумму денег Хасенова совершить устранение Кудина Игоря Алексеевича. Хасенов, в свою очередь, якобы попросил об этом своего зятя совершить, Логвиненко Сергея Владимировича. Вот такое вот обвинение. Если глубже смотреть, публикация была публикация соцрепорт, господа присяжные, вот в Фейсбуке очень хорошо этот процесс освещается, со стороны соцрепорт тоже. Представители обвинения государственного указали, в суде представляют, что есть некий бизнесмен Ивченко Владимир Альбертович, которого подозревал Кудин Игорь Алексеевич в убийстве своем. И якобы, по версии следствия, по версии прокуроров, Айдын Алпспаев действовал в интересах данного Ивченко Владимира Альбертовича. Но мы представили в суд постановление о том, что он был подозреваемый Ивченко. К моменту передачи данного дела в суд в отношении наших подзащитных. Но почему-то он на скамье не оказался. Более того, оказывается, дело в отношении него прекращено. Хотя, как соцрепорт писал, про том, что следствие рассматривало Ивченко заказчиком. В этой связи мы не могли понять на протяжении 8 лет, кто такой заказчик, в интересах кого Алпспаев действовал. И в принципе есть уголовное дело, которое на сегодняшний день прервано. Якобы заказчик не установлен на протяжении 8 лет. И также установлено, что на протяжении этих 8 лет, начиная с 2014 года, более ни одного события, которое бы угрожало Кудину, его жизни и здоровью в рамках уголовного права, не происходило. То есть неизвестный заказчик не завершил свое намерение, так скажем. Вот вся такая с нашей позиции абсурдность обвинения представлена в суд. То есть на самом деле получается ваши подзащитные сидят за то преступление, которое фактически не совершалось и никем никак не установлено. Мы такую, естественно, как защита, такую линию придерживаемся, доказываем ее, представляем доказательства, приглашаем со стороны своей свидетелей. В частности, был приглашен, как освещался этот вопрос, был приглашен свидетель Ермагамбетов, о котором писал соцрепорт, который извинялся
перед нашими подзащитными за то, что он их оклеветал, оговорил в 2014 году под давлением следствия. Также нами представлялись доказательства экспертизы, 2 2016 года, которые проводила спецпрокуратура по уголовному делу другому, но связанному с этим, где было указано, что те обстоятельства, о которых заявляет Кудин о покушении, они не могли быть на месте события инцидента, и что на теле Игоря Алексеевича нет огнестрельных ран, образованных от боевого пистолета с боевыми пулями. Я поясню смысл, в чем заключается. Событие, о котором сейчас рассматривается дело в суде, заключается в том, что Игорь Алексеевич заявил, что в него стреляли с боевыми пулями почти в упор. 2 пули, якобы боевые, с пистолета Макарова, попали в ребро и в поясницу. 3 прошла касательно по голове. Но, простыми словами, дырок на теле, ни на ребре, ни на пояснице, в районе 3-4 позвонка позвоночника отсутствует. То есть все, наверное, прекрасно понимают, что стрельба с расстояния с полуметра, считайте, в упор, с пистолета Макарова, с боевых пуль, не проникает в тело человека, не разрушает его кости, не создает проблем для того, чтобы он мог далее передвигаться, жить и существовать. Вот обвинение заключается в том, что была стрельба с боевыми пулями в упор в человека, при этом нету отверстий, характерных для боевого ранения с боевой пулей. Вот мы и пытаемся опровергнуть данное обвинение в суде. Доказательства, у нас тоже экспертные мнения имеются. Люди со стажем более 25-30 лет. 2014 жылы біздің бүгінгі күнде біздің қорғап отырған сот астындағы Алпысбаев, Хасенов, Лагвиненко, Кудин деген азаматқа қасақана өлтіру үшін әрекет жасады деген қылмыстық айыппен 2014 жылдың маусым айында қамауға алынған. Алайда 2015 жылы сот үкімімен олар әртүрлі мерзімге, яғни Алпысбаев 14 жылға, Хасенов пен Лагвиненко 12-11 жылға бас бостандықтан айырылды. 2015 жылдан бастап апелляциялық алқадан сот өткен кезден бастап алқа билер мүшесі, оның ішінде 5 адам сот жана кеңесу бөлімінде соттың олар жаңағы сотталып отырған азаматтардың кінәлі екендігін жөнінде вердикт шығару жөнінде олардан талап еткендігі жөнінде арызданды. Алайда бұл арыздары қаралмай бірнеше жыл бойы жаңағы 5 алқаби өздерінің сот барысы кезінде ешқандай жаңағы сотталушылардың қылмыстарын дәлелденбегендігін, тіпті дәлелденбей тұрмай сол қылмыстың болғандығы жөнінде ешқандай дәлел келтірілмегендігін айтып келді. 2021 жылы жоғары соттың қаулысымен бұл іс қайтадан қаралуға жіберілді. Сол уақыттан бастап біз май айында сот өз өндірісіне істі алды. Сол уақыттан бастап біз қазір сол істі қарап жатырмыз. 9 ай болды. Алқа билермен екінші құраммен қарадық, қазір үшінші құраммен қарап отырмыз. Қазір қандай жағдайлар болып жатыр? Сот барысында біз қорғаушылар ретінде өзіміздің дәлелдеріміз келтіріп жатырмыз. Жаңағы расында да бұл қылмыстық әрекеттер болды ма, біздің қорғауымыздағы азаматтар бұл қылмыстық істі жасады ма, жасамады ма деген дәлелдеріміз келтірудеміз. Алайда біздің келтіріп отырған дәлелдеріміз сот тарапынан қабылданбай жатыр. Олар бізді тіпті естімейді де. 2016 жылы Астана қалалық прокуратурасының арнайы прокурорлары Алпысбаевқа қатысты Алпысбаевтың өтініші бойынша басқа іс қозғалған болатын.
Ол істе қандай іс? Жаңағы ішкі істер басқармасы, Астана қаласының ішкі істер басқармасының ОКП-ның замы Сүлейменов деген азамат жаңағы 2014 жылы Алпысбаев, Қасенов, Логвиненкоға қатысты істі тергеу барысында Алпысбаевтан қажетті деректерді, қажетті жауап алу үшін оған психологиялық басым, қысым жасады деген айыппен Сүлейменов ол бүгінгі күнде үкім шығарылып сотталды. Сондай іс тергелген болатын. Осы тергеу барысында Астана қалалық арнайы прокуратурасы Кудинге қатысты басқа да тергеу амалдарын жүргізді. Бұл тергеу амалдары барысында Кудинге қатысты басқа экспертиза жүргізілді. Жаңағы 2014 жылы Андреев деген эксперт Кудин денесіндегі жарада жапсырылған байлауды алмастан жаңағы огнестрельный, жаңағы суық қарудан оқ атылған деп өзінің қорытындысын берсе, 2016 жылы жаңағы прокурорлардың талабы бойынша, қаулысы бойынша комплексный экспертиза жүргізді, жалпылама. Осы тексеріс барысында жаңа Кудиннің жаңағы денесі толықтай тексеріліп, оның денесінде жаңағыда суық қарудан келтірілген ешқандай залалдың жоқтығы анықталды. Оған қарамастан, бәрінен бұрын жаңағы Кудин денесінде ешқандай жарақат болмауынан өзге, жаңағы бірінші 2014 жылы эксперт, өзінің қорытындысын берген эксперт Андреев, жаңа тергеу барысында және одан кейін сот барысында да және жоғары сотта істер қаралған кезінде ол өзінің бұндай бірінші берген қорытындысын Кудиннің сұрауы бойынша, өтініші бойынша жазып бергендігі жөнінде мойындады, айтты. Тіпті Алпысбаевтың әкесінен ол жөнінде кешірім сұрады. Жаңағы бір жазып берген қағазының әсерінен баласының 14 жылға жазықсыздан сотталғандығын мойындап, сол жерде өзі кінәлі екендігін айтқантын. Алайда жоғары соттың қаулысында жазылған Андреев өз-өзіне жала жапты деп. Ал ол жерде Андреев өзі мойындап тұр. Мен Кудиннің сұрауы бойынша жаздым, оның ешқандай жарасын ашқан жоқпын. Ол жерде расында да қандай да бір суық қарудан келген залалдың болғанын көрген жоқпын деп айтып отыр. 2016 жылы жаңағы прокурорлардың тергеу нәтижесінде Сүлейменов жаңағы сотталды. Кудин өзінің кінәлі екендігін мойындап, прокуратура органына өтініш жазды, 2 рет жазды. Мен кінәлімін, кінәмді мойындаймын, мен процессуалдық келісімге келулерін сұраймын деп. Ол қылмыстық істің ішінде бар. Бірінші рет прокуратура ол өтінішін қанағаттандырусыз қалдырып, іс ары қарата тергелуде болды. 1-2 айдың шамасында екінші рет Кудин қайтадан өтініш жазады. Мен процессуалдық келісімге келіңіздер, маған аз жаза тағайындауды сұраймын, мен кінәмді мойындаймын деген осындай екінші өтініш жазады. Бұл өтінішке сәйкес прокуратура органдары келісімді құрып, сотқа бекітуге жібереді. Сол сәттен бастап бір қызықты жағдайлар бола бастайды. Бұл алдында Андреевқа шығып қойған үкім шартты түрде шығарылған болатын, сотталған болатын. Аяқ астынан осы үкім бұзылады. Кудинге қатысты іс қайтадан прокуратураға келеді. Содан істің соңында бүгінгі күнде Андреевті жаңағы өз кінәсін мойындаған ақталып шықты, өз-өзіне жала жапты деген қорытындымен Кудинді ақталып шығады. Шыққандай, жаңағы соттың қаулысында жазылған Андреевқа берілген жаңағы коньяк табылмады деген. Осындай сөздер көрсетілген қаулыда. Одан 2021 жылы қазір біздің қорғаушылардың өтініштеріне қаралуымен жоғары соттың төрағасы өзінің ұсынысын келтіріп, бұл үкім бұзылды. Біз сот барысында қайтадан жаңағы сот астындағылардың өтініштері бойынша алқабилер жиналды. Біз бүгін күнде не көріп отырмыз? Негізі жоғары соттан іс келген кезде біз іс жан-жақты қаралады. Біз осы жерде әділдікке жетеміз деген сеніміміз болған. Бірақ та сот барысында бірінші күннен біз көріп отырғанымыз. Қорғаушылар тарапынан келтірілген дәлелдер жоққа шығарылады. Тіпті былай қарап келсе, іс бойынша қылмыс 30 күніден болған болса, қылмыстың болғандығы жөнінде ақпарат 3 күн бұрын пайда болады. Баллистикалық экспертиза қылмыстан бұрын 1 күн бұрын дайын болады. Біз солардың бәріне сотқа көрсетіп, оларды дәлелдерді заңсыз
негізсіз деп тануды сұрасақ, бұл жай ғана техникалық қателіктер болып танылады. Бүгінгі күнде біз адвокат қорғаушылар ретінде айтамыз, біз өзіміздің қорғауымыздағы азаматтардың құқығын толық қорғауға ешқандай мүмкіндігіміз жоқ. Себебі бізге сөйлеу құқығы бізде шектелген. Дәлел келтіру құқығы шектелген. Әкелген куәлерімізді сөйлеттірмейді. Тіпті келген куәлеріміз соттың үстінде де алқабилердің көзінше айтты сотқа. Сіз маған қысым көрсетіп отырсыз. Мен осы жерде бар болған жайды айтқым келеді. Бірақ біз еститініміз, сізге ешнәрсе айтуға болмайды. Енді басқа да кішкене қатты сөздер судья тарапынан, төрағаның тарапынан айтылып, біздің әкелген куәгерлеріміз өз көрсетулерін сот барысында көрсете алмай отыр. Енді біз жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз ғой. Жаңа Қазақстан дейміз. Жаңа Қазақстан біз қалай құрамыз? Біздің әрбір әрекетіміз, әрбір сөзіміз, әрбір ісіміз біздің жаңа Қазақстанға бағыт құрған қадамымыз болу керек. Алайда бүгін біз немен қазір беттесіп отырмыз? Біз өткен аптадан тергеу изоляторына барып, заңға сәйкес сот қаулысы болмау себепті сіздер мына 3 азаматты босатуларыңыз керек деп жатырмыз. Ал біз оның орнына жауапты аламай отырмыз. Бәрінен қызығы, кешеден бастап әкесі, біз сот қорғаушылары, қазір біз барлық мемлекеттік органдарға талабымызды ұсынып жатсақ, жоспардан тыс бүгінгі күнге сағат 3-ке сот мәжілісі тағайындалып отыр. Сонда бүгін біз біліп отырмыз, не үшін екен. Сонда қаңтар айынан бастап созылмаған, қамау мерзімінің уақыты созылмаған, болмаған қаулыны сонда бүгін шығарғалы отыр ғой, сонда сот. Сондай шешімге келіп отыр. Сонда сот өзінің әрекетін немен сәйкестендіреді екен? Не деп түсіндіреді екен? Бізге бұл да қызықты. Біз енді осы жерге құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері сіздерге жинап, сіздерге өтінішпен шыққанымыз, сіздер арқылы Қазақстан халқы осындай заңсыздықтардың болып жатқанын білсе дейміз. Қазақстан халқынан біз қолдау сұраймыз. Себебі жаңа Қазақстан құрау үшін біздің әрекетіміз бүгіннен басталу керек. Осы заң енді президентіміз жаңа заңды не үшін қолданды? Бәленбай жыл бойы қаншама қорғаушылардың жазып келген ұсыныстары болатын. Жаңағы аса ауыр қылмыстары бойынша отырған азаматтар соттың үкімі 2 жылдан кейін шықса да, 3 жылдан кейін шықса да отыра беретін, ұзартылмайтын олардың мерзімдері. Қазір азаматтардың құқын қорғау мақсатында заңға өзгеріс енгізіп, оларды қолдауға көшті. Қаңтар айынан бастап жаңа өзгерістерге байланысты 6 айдан кейін бұндай аса ауыр қылмыспен отырған азаматтар 6 айға созылуға тиіс. Одан кейін 18 айға, 18 айдың ішінде іс қаралып бітпесе, тағы да ай сайын 1 айдан ұзартылып отыруға болады. Немесе соттың өз қаулысымен бұл азаматтарды үй қамауға ауыстыруға болады. Неге сот өзінің сондай құқықтарын қолданбасқа? Неге біз жаңағы заң бұзылса, сот органдары сол заңды бұзса, оны басқаша бір қаулылармен жауып, жасырып қалуға болады? Ал жай азаматтар заң бұзса, олар қайтсе де отыру керек. Алпысбаев, Хасенов, Логвиненко 8 жыл бойы өздерінің ешқандай қылмысқа қатыстары жоқ екендігін дәлелдеп келе жатыр. Оларды ешкім естімейді, жеткізе алмай келе жатыр. Арнайы прокуратураның қаулысы бар. Ол сұраққа мен шынымды айтсам жауап бере алмаймын. Ол соттың тағайындаған мерзімі, тіпті бәрінен бұрын айтайын, бұл іс бойынша бұл толық аяқталмаған іс қой. Сондықтан бұндай үлкен мерзім тағайындалмауға тиістеді. Алайда 14 жыл Алпысбаевқа, 10 жыл, 12 жыл Хасенов пен Логвиненкоға тағайындалған. Бірақ ол сот үкімі қазір күнде бұзылған, енді қазір қайтадан қаралып жатыр. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Скажите, а у меня вот вопрос, когда уже сейчас выясняется на протяжении всех этих лет там и судебных разбирательств, что по сути никакое преступление не было совершено, так называемая жертва покушения жива, здорова, на теле не то что огнестрельных, там других даже синяков и не было,
это уже доказано, да, насколько знаю, приговорами различных, да, судов. В том числе установлено, что эксперт, который давал заключение о якобы имеющихся огнестрельных ранах, признался в том, что он совершил подлог. Всем уже известно, что в ходе следствия были применены, ну, скажем, недопустимые законом меры воздействия на тех же подсудимых, как выбивались с них показания, были пытки. Также всем известно о том, что в ходе всей этой истории было доведение до самоубийства родственницы одного из подсудимых. И также известно, что оба состава суда присяжных намерены были вынести оправдательный приговор, но судьями применялись совершенно другие меры воздействия. В конечном итоге выносились, скажем, ну действительно вопиющие приговоры. Все это происходит, плюс еще и стало сейчас известно о том, что по сути и по закону подсудимый находится незаконно под стражей, потому что не было вовремя оформлено, так скажем, не оформлено, а вынесено постановление об их содержании там, под стражей. Несмотря на это все, как вы думаете, почему это все происходит? Кто должен нести ответственность? Я, насколько знаю, если сейчас будут применяться законные решения и приговоры, соответствующие, скажем, до этого принимавшие незаконные решения должны быть привлечены к ответственности. Кто эти люди? Какие люди? Работают ли эти судьи до сих пор? Вершат ли они правосудие сейчас? Можете на эти вопросы ответить? По поводу того, что приговор 2015 года под председательством судьи Каирова, который выносился, он, да, действительно действующий судья. Нам неизвестно, принимал ли Верховный суд или Высший судебный совет, либо какая-то иная внутри этих структур система, какие-то меры к нему, нам это неизвестно. Но да, действительно, он судья действующий, работает в Акмолинском, в военном суде Акмолинского гарнизона здесь, то есть Каиров судья работает. Дальнейшие последствия после отмены его приговора в 2021 году в связи с тем, что он воздействовал на коллегию присяжных, нам неизвестно. Если, в принципе, мы бы попросили Верховный суд, Высший судебный совет считать нашу неосведомленность, неинформированность по мерам в отношении судьи Каирова официальным запросом в адрес них, чтобы они ответили, а какие были меры приняты после отмены приговора данного судьи в связи с его воздействием на присяжных заседателей. По поводу других лиц у нас имеется официальный приговор суда о том, что, вот коллега объяснила, он был заместителем управления криминальной полиции в 2014 году, которого по результатам расследования спецпрокуратуры осудили за пытки в отношении Алпсбаева Айдына по данному уголовному делу. Этот приговор вступил в законную силу. Вот, в принципе, вся ситуация с теми участниками. Ну, мы знаем, что следователь, который возглавлял следственно-оперативную группу в 2014 году и расследовал дело в отношении наших подзащитных, она сейчас трудится в надзорном ведомстве, в прокуратуре и надзирает за следствием. То есть она была раньше следователем. И те многие, так скажем, белые пятна по этому делу, которые мы установили, невзирая ни на что, в принципе, вот мы оказались в такой ситуации, когда прокуратура принимает на работу вот следователя, который раньше расследовал это дело. Вот такие. Ну, мне хотелось еще мнение отца услышать. Все-таки вы, как и юристы, вы как бы оперируете все время фактами и законом, а все-таки хотелось бы узнать у папы, все-таки Айдын был действующим офицером КНБ на тот момент. Все-таки в чем заключалась, ну, как бы, эта подоплека этой всей истории? Почему вот
органы полиции, ну, скажем, его преследовали. Почему? Зачем? Менің балам, бәліктеріңіз білесіздер, заңсыз 14 жылға сотталды. Сотталу себебі бұл тірліктердің бәрі ойдан шығарған, орысша айтқанда фабрикованы тірліктер. Осы тірлікті абайсызда ұйымдастырған тірлікпенен мен балам сотталып кеткенде ең бірінші шындықты менің 23 жастағы қызым ашты. Ол 23 жастағы қыз осы арада мына Евразийский университет с отличием бітірген, Нұрбанкіде жұмыс істейтін қыз өзі осы шындықтың барлығын өзі ашып, ол ойлады бұндай мен үлкен нелердің арасында, қылмыстың арасында ол балалықпенен бәрін ашып қойды да, бірақ оның артына адамдар түсіп. Менің қызым жаңағы балама попытка жасап отқанда, сол шындықтың бәрін ашып, соған көмектескен адамдар өздері разработка жасап, мені қызымды қорқыта бастады. Қорқыта бастағанда мен айттым, қызым, мен сені Жамбылға алып кетейін. Жоқ, папам, мен орталықтан қаяға барам, Астанаға деп, ол қанда оны сол жігіттер, жаңа Сүлейменовтің жігіттері, мен балама попытка жасаған, сен ағаң жанына барып отырасың, сен ана шамана ұстап отырғызам біздерге деп қорқытқаннан мен қызым мынандай записка тастап кетті. Извини, папа, извини, Айдын аға, я дальше в этом несправедливо Казахстане не могу жить. Содан кейін барып мен бұл тірлікке мен кірісе бастадым. Басқа кірісетін адам болмады. Сөйтсем, бірақ қызым айтқан тірліктердің бәрі ақталды. Бұл тірлік болмаған, бұл тірліктің бәрі фабрикован екен. Кодинге ешқандай покушение болмаған, ол только имитация болған. Енді имитация болған деген уақытта мен өзім 40 жыл бойы кожевная меховая промышленностьта инженер-химик технолог болып істеген адаммын. Менің кожаның, мехтің не екенін любой эксперттен жақсы білемін. Мен одна из ведущих технологов был в Советском Союзе. Теперь вот эти сказки, которые придумывали следственные органы, как получилось? Врач айтат, оған ешқандай жағы кодинге покушение болды дегенде, өзіне покушение емес қой, өзіне өзі имитация жасаған уақытта, имитация жасайды, ол сағат 10-да болды деген нәрсе, ол сағат кешкі 12-де өзінің танысы, врачтың, сол энергетический поселке тұрады, сол врачқа барады. Врачқа барғанда ол айтады, врач айтып отыр. Мен, перекс водородпен обработ еттім дейді. Перекс водородпен обработ еттім де, одан даже қан шыққан жоқ. Ол кожа деген нәрсе, мен как кожевник ретінде, кожа деген 1 миллиметрден адамның кожасы 1 миллиметрден асық болмайды. Ол 1 миллиметр деген уақытта оның 98% су болады. 98%. Ал кожа, сол кожа жағы 0,1 миллиметр кожа екісінден тұрады. Эпидермис деген лицевой сторонасы болады, дерма деген основнасы, оның толщинасы 0,1 сантиметр. 0,1 миллиметр айтқанда. Миллиметр. Енді соны айтады, сөйерде болды сарапин дейді, жаңа врач айтады. Сарапины болды, оны біз перекспен обработ еттік, сөйттікте дейді, перекспен. Қан шықты ма десе, қан шыққан жоқ дейді. Түсіңіз ба? Енді берді жағы, мен бұл неге жаздым деген уақытта, ол айтады, менің кодинның просьбасымен жаздым дейді, жаңа врач. Сөйтеді, ол айтады, түсіндіргенде бүйтіп айтады. Если ол клиент бізге не айтса, біз соны жазуымыз керек. Арғай тірліктерді ол сілесі. Сонда онда ештеңеде болмаған. Если оның
оқ тиген болса, состояниесі жаман болатын болса, оны сол врачтар стационарға жатқызатын еді. Стационарға жатқызбаған, сөйтуді жаңағы бетіне жаңағы марла жабыстырып беріп жіберген. Сонда справкада оқ тиді деп жаңағы біреу қабыртқасына, біреуіне жаңағы беліне, басына үш жерде. Бұл жерде, если мен кожевник ретінде білетін болсам, если жаңағы бұлардың документінде упор жарты метрден атты дейтін болатын болса, ол сквоз өтеді. Сквоз өткен нәрсе, кожадан сквоз өткен нәрсе. Дерма деген мен кожевниктерін, ол заживать етпейді. Ол тесіп, сол тесік болып қалады. Бетіндегі определенный уақыттан бетіндегі эпидермисі, жаңағы лицосы, ол заживать етеді, а дерма заживать етпейді. Оны мен мысалы ретінде айтайын. Біз бәріміз қазақтың баласымыз ғой. Сиырға оқалақ түскен уақытта, құйрығын көтерген уақытта, сүйірді көбелек сол тесіп шығады. Сол тесіп шыққан дерма, сол тесік бойынша қалады. Біз мына кожевник. Оның бетіндегі ғана лицосы ғана заживать етеді. Көдінде ештеңке болмаған. Бұл менің окончательно айтатын сөзім, кожевник ретінде бұған ешқандай покушение болмаған. Ол тупой предметпен царапина жасаған. Только царапина жасаған. Одан қандай шықпаған. Неліктен осындай жаңағы жала жауапты болды? Мен осыны айтып алайын, соны барып айтайын. Келесі, мына басқа тиді деген уақытта, если басқа тиетін болса, бұл кожа емес, бұл уже мех болып саналады. Бұл волос мех болып саналады. Бұл оқ тиді дейді, сарапат ететін болса, ода үлкен оқта энергия болады. Ол күйдірген нәрсе, еш уақытта күйдірген нәрсе. Ол күйген тері, ол түрін өзгертпей, сол бойынша қалады. Эпидермис пен дерманың арасында волосной покров дейді. Сонда сумкалар болады. Соның арасында, если оқ тиіп задевать етсе, ол күйдіретін еді. Ол жаңағы волосной покров, луковицаларын бәрін күйдіріп, ол күйдінің басы күйіп, шаш шықпай, или лысый болу керек еді. Или шықса да ақшаш болып, слабый характеріне болу керек еді. Ол ештеңе де жоқ. Ол значит басына да, денесіне де ештеңе болмаған. Ол только келісу арқылында, имитация арқасында осы справканы соседінен алып отыр. Келісілген нәрселер. Ол өзі покушение болды деген адам өз машинасымен сол врачқа барады. Екінші мен енді осы экспертиз туралы айтайын да. Екінші экспертиз, жаңағы врачтан кейін экспертизге барғанда Андреев бұны көрместен Кудиннің айтуы бойынша экспертиз жазып береді. Верховный Советте, мен қызым өліп болғаннан кейін, Верховный Советте жаңағы осындай неған уақытта Андреев маған келді. Андреев келіп маған айтты, мені 3 жылға соттады. Мен заслуживай, кешір. Сенің қызың өліп дегенді естіп, мен сенің кешірім сұрайын деді. Себебі деді, мен масқара болдым. Мен коллективдің арасында жұмыста мені шығарып жіберді. 90-ға келген шешем, 90-нан асқан шешем менің жұмыстан шығарып жіберіп, сонда өтірік справка бергенімді, өтірік экспертиз бергенімді біліп, шешем маған недовольны. 90-нан асып кеткен шешем. Семьямның арасында, коллективдің арасында мен позор болдым. Мен заслуживаю, мынау мені 3 жылға соттағаны. Кешір деді. Мен ол жерде не айтамын? Басымды изерімде қойдым. Сонда мен өмірімде істеген тірлігін бойындап келіп сұраған Андреевке мен басымды иіп рахмет айтқым келеді. Ол баспан істегенін мойныман көтеріп менің алдында парызымнан құтылды. Енді ол айтады, мен ешқандай қараған жоқпын, жазып бердім, болды. Кудин қалай айтты, солай жазып берді дейді. Бұл екінші. Жаңағы медицина сондай өтірік справка, Андреев сондай тірлік жасады. Үшінші тірлік. Баллистический экспертиз деген, ол уже покушение болмай жатып, бір күн бұрын уже экспертизі дайындап қояды. Ол 30 күні уже экспертиз дайын болып қояды. Қалай дайын болады? Оған уже покушение тұрмақ, жаңа өтірік нәрселер болғанда покушение. Сол себептен бұл тірліктердің бәрі өтірік. Аспаннан жасалған тірліктер. Бұл шындықты бірінші болып мені қызым ашты. Ал енді
одан кейін біз енді өмірді көрдік қой. Біз соны бәрін көріп, жаңағы жылап қалып жатқан себептеріміз сол. Бұл енді шындық жерде жатпағаннан кейін 8 жылдан болса да ашылып жатқан себебі сол. Ал енді бұл қалай болды деген уақытта, қалай болды деген уақытта, бұл системаның барлығы бұға шейін неге бұл алданып қалды деген тірлік, сендерде вопростарың болады. Неге алданып қалды деген уақытта? Бұл жерде милиция алданады, прокуратура алданады, сот алданады. Неге алданады деген уақытта бұл жерде үлкен тірліктер бар. Кудин деген бизнесмен дейді. Ол ешқандай бизнесмен емес. Бизнесмен емес. Ол 8 предприятияны балық аулаймын деп арендаға алған. Бірақ ол балық ауламайды, сол табиғаттың байлығын ұрлаған адам. 8 предприятия. Оның крышасы болып, сол кезде ДВД-ның первый зам болған Демеуов деген адам оны крышавать еткен. Сөйтіп, ол табиғаттың байлығын ұрлап есірген адам. Бірақ бұның арасында, бұл бизнесмендердің арасында конкуренция болған. Кудин менен Ивченко дегеннің арасында. Ивченко менен Кудиннің арасында конкуренция болған. Ивченко законы жұмыс істеген. Ивченко, Кудин 8 предприятияны арендаға алып развайт еткен жоқ. Ол байлықты сатып алған. Оған крыша болған Демеуов, первый зам УВД-ның первый зам болған. Енді бұл тірлік, чисто случайно, мен шындықтың бәрін айтып берейін. Боларсы болып қойды, 8 жыл отырып қойды балам. Жан тірі болса шығады. Бұл тірліктің енді шындығына біз жетуіміз керек. Кім Демеуов Кудинге крыша болғаннан кейін Лагвиенко деген адам Ивченкоға келеді. Ой, жаңа Кудинге келеді. Саған покушение болайын деп жатыр деп. Покушение болайын деп жатқан уақытта айтады, екеуі жолығады, танысады. Ол айтады, мен білем кімнен покушение бар. Менен Ивченкоден болайын деп жатыр маған покушение. Өйткені біз 10 жыл соттастық, бір жерге таластық, мен жеңіп кеттім. Ивченко жеңіп кетті. Маған бәле келетін болса, Ивченкоден келеді дейді. Ивченкоден келеді деген күн, ол Ивченко ол покушение жасаған жоқ. Жаңағы Лагвиенко оған келіп, единственное, ол вымогать етті 2 рет, 1 рет 30 мың алған, 1 рет 50 мың алған. Сөйтетті, ол вымогать етіп алған ақшасы, менен ол Кудин менен жақсылап дос болады. Ол айтады, сен маған имитация жасайсың, мен саған ақша беремін, сөйтіп шетелге шығарып жіберемін, сома сенің функцияң бітеді дейді Лагвиенкоға. Түсіңіз бе? Ол сол келіскен күні Лагвиенко келетті, имитация жасамайды. Ақша бермеген соң ол бұрылып кетіп қалады. Имитацияны Кудин өзі жаңағы заместительдерменен өзі жасайды. Ол жасағанда, ол денесіне жасамайды, киімдерін шешіп алып, сырттан атады. Өзі денесіндегі жаңағы сарапинаны ол басқа бір предметпен жасалады. Сөйтетті, бұлар ешкімдер жаңағы оны ешкімге айтпайды. Жаңағы документтерді дайындайды. Ол Лагвиенконы біледі, ешкім айтты. Сөйтіп, бұлар жабық күйінде қалады. Документтердің бәрін дайындап қояды. От мәселенің бәрі қаяқта жатқан уақытта. Бұл ешқандай Кудинге покушение болған жоқ. Ол өздерінің жасаған имитациясы. Сол имитацияның арасы бұған енді бұның басында Демеуов тұрды. Демеуов бұл Кудин тұрады Кудиннің тұратын жері бұл Сарыарқа районы, Алматы районы. Бұл документті разработка жасағандар бұл Сарыарқа районы. Сарыарқа районының разработка жасап, бұл тірлікті бұрмалап, өтірік документ жасаған, бұл кімнің? Медеуовтың баласы. Демеуовтың баласы сол осы разработканың басында барлығын организовать етіп,
Оның ішінде Демеуовтің балалары білген, қалғандар білген, білмегеннің барлығын документтерін анаған өтірік документтер жасалған. Өтірік документтер жасалған уақытта осындай тірлік болып отыр. Бірақ кім? Жаңағы Логвиненко деген, ол покушение жасамаған білет. Ол 2 рет, оныдан 2 рет 30 мың, 50 мың ақша алған білет. Оған покушение болмаған, ол Қарағандыда тұрады. Қарағандыға кетіп қалып, келіп, содан бумагать етіп жүреді. Оны кім расследовать етіп жүреді? Милициялар. Оны ешқандай іш ұстамайды да. Кудин де біледі. Ивченко менен. Бірақ ол Логвиненко, олар өзіне-өзі, Ивченко өзіне-өзі имитация жасап, документ жасап қойғанын білмейді. Вот мәселе. Сіздің балаңызға қасында жасалып тұр онда. Ау. Басқа адамдар болса, неге балаңызға қасында жасалып тұр? Енді ол екінші этапқа келек тұр. Енді, ау, қысқаша айтатын болатын болсам, менің балама жасалған себебі, менің балам, жоқ, жаңағы Логвиненко мен Хасеновтің әпкесі Логвиненко алып отыр. Бұл, түсіңіз ба, Хасеновтің әпкесі Логвиненко алып отыр. Кім? Логвиненко менің балам танымайды да, көрмегенде білмейді де. Хасеновтің машинасын менің балам сол кездерде сатып алайын деп жүрген уақытта, оның бір жерінде кінәрат болған, соны жөндеген соң алу керек болған. От связь деген қайға барады. Бұлар не істейді? Енді осы Таныс па, бұрыннан таныс па? жоқ, жаңада машина алу маңында ғана таныс болады. Жаңа кімнің, Хасеновтың әйелінің інісімен таныс болады. Бұлар енді связь. Кім келгенде Ардақ айтады ма? Онда Ардақ айта берсін. Алпысбаев өзінің қызметіне байланысты экономикалық жағын курировать еткен. Жаңа айтып кетті ғой, Сулейменов за пытки был осужден деп. Сулейменов за период следствия Алпысбаевтан бірақ қана жауап талап еткен. Ивченкоға қатысты. Ивченкоға қатысты сен бізге жауап берсең, көрсетіп берсең, что заказчик Ивченко, онда бізге сен қажет емессің деп, прям приговорында солай жазылған, қажет емессің деп айтылған. Ивченконың территориясында Кудин өзінің жұмысын жүргізген заңсыз. Сот шешімдері бар. Ивченконың талабы бойынша Кудин жерін қайтадан қалпына келтіру керек. Біздің ойымызша, енді олына арнайы тексерумен ғана жүргізуге болады шығар, бірақ та біздің жобалауымыз бойынша Кудин мақсаты Ивченконың бизнесін алу керек болған. Ал Ивченкоға жақындаудың басты жолы, жаңағы енді қызық жағдай ғой, Логвиненко өзі бір көрсетінде сотта айтты, мен мошенникпін, мыналарына ешқандай қатысы жоқ. Мен бұл жаққа келгенім, Кудинге хабарласқан, мен одан ақша талап еткім келді. Вымогать етіп, мен онымен ақша алып, мен өзім күн солай көретін адаммын деп. Жаңағы Кудинға келгеннен кейін Логвиненко связи Хасеновпен бар. Өйткені олар туыс адамдар. Біреу жездесі, біреу балдызы болып келеді. Самый удобный момент Хасенов арқылы Алпысбаевқа шығуға болады. Алпысбаев қалада Ивченко емес, әрине басқа да кәсіпкерлерді біледі ғой. Бірақ та Кудинға ыңғайлы керек адамы Ивченко болды. Алпысбаев өз қызметіне байланысты көптеген кәсіпкерлерді біледі, соның ішінде Ивченконы біледі. Біз ойлаймыз, сол кездегі әрекет еткен азаматтар Алпысбаев арқылы Ивченкодан жаңағы тиісті көрсетулерін алса, Ивченконы мүмкін жауапқа тартып, сол арқылы мүмкін ол кісінің бизнесін алу керек болған шығар. Біздің сондай жорамалымыз бар, ол да дәлелденбеген нәрсе, біздің тек қана жорамалымыз. Ал былай сот құқық қорғау органдарының және бүгінгі күнде прокуратураның беріп отырған айыбына сәйкес Алпысбаев Кудиннің бизнесін алып алу мақсатында істелінген деп жазылған. Енді біздің қазір өзіміздің жүргізген тексеруіміз, жаңағы сұрау хаттарымыздың нәтижесінде анықталғанындай, Кудинде ешқандай бизнес жоқ, ешқандай ресми түрде алынған лицензиясы жоқ, жаңағы жерді қазып, жаңағы пайдалы қазбаларды алу жөнінде. Ал Ивченкода керісінше бәрі бар. Заңды түрде, ол 90-шы жылдардан бастап заңды түрде жұмыс істеп келе жатқан адам. Біз енді созбай қысқалап айтқанда, бұл әрекеттердің бәрі Кудиннің Ивченконың жаңағы бизнесін алып алу мақсатында істелінген деп ойлаймыз. Алпысбаев ыңғайсыз уақытта
сәтсіз уақытта сол жерде ортасында қалып қойды. Иә, заңсыз жазаға ілігіп кетіп отыр. Можно еще вот поясню? Вот недавно, буквально на президент Токаев Касым-Жомарт Кемелевич заявил, что Жаңа Казахстан, по сути, это справедливый Казахстан. Мы в прошлом году, в 2021 году, просили военный суд, просили Верховный суд, ввиду того, что ранее это дело рассматривалось военным судом, приговор которого был отменен, передать это дело в специализированный межрайонный суд города Нур-Султан, чтобы никакой связи у нас с военным судом не было. Нам отказывают, говорят, что будет рассматривать военный суд. То есть приговор 2015 года военного суда отменялся, и мы на этой базе убедительно высказывали просьбу, чтобы это суд военный не рассматривал, ввиду высказанного в их адрес недоверия. Поэтому мы рассчитывали, чтобы никакой связи не было и отдано было территориальному суду. Но нам отказывают, говорят, будет рассматривать военный суд. Многие заявления об отводе судьи нами заявлялись, многочисленные, нам все отклоняют. Как признались присяжные заседатели в интервью, в жалобах второго состава, которые хотели оправдать, они сказали, что судья Королевская с самого начала с ними пила чай, присутствовала и с самого начала знала их мнение и позицию о невиновности наших подзащитных. Но мы писали жалобы, мы писали заявления, реакции нет. Но за свое мнение 10 присяжных в 2021 году в отношении них по распоряжению судьи Королевской был составлен протокол об адом правонарушении со штрафами. Правда, 9 оправдали в административном суде, одного все-таки оштрафовали за то, что она высказала мнение о невиновности. Но при этом мы не видели публикации с Верховного суда, что последовали бы какая-либо реакция со стороны Верховного суда, Высшего судебного совета в отношении судьи за нарушения, которые были допущены, за те контакты с присяжными, о которых указали сами присяжные. Поэтому я тоже во второй раз прошу уже Верховный суд и Высший судебный совет считать это нашим официальным запросом, была ли какая-либо реакция, соответствующая закону, по жалобам присяжных заседателей, направленным в их адрес. Просим ответить. Спасибо. Можно последний вопрос, точнее два уточняющих. Действительно ли установлена заинтересованность, там, по-моему, генерал Демиев звучал, да, его, и на какой стадии теперь сейчас это дело, и как будет приниматься решение и так далее? Нам эти события неизвестны, его причастность и тому подобное. Только отец Айдина Алпыспаева об этом говорит, заявляет, но никакого уголовного дела, никакого разбирательства по этому факту, как нам известно, не проводилось, реакции нету, в принципе, все. А о том, что говорил отец Айдина Алпыспаева, о том, что сын на тот момент первого заместителя Демеу, он работал заместителем прокурора района Сарыарка Марат Ержан. То есть и он же надзирал за этим делом. Вот это сын Демеева, да, об этом заявляли в суде свидетели, говорили, что их водили к заместителю прокурора района Сарыарка Марату Ержану.
Разрешите дополню я в части Демеева, то что вот эти все сведения, о которых сказал отец Айдена Алпспаева, эти сведения предоставил сам Кудиному в ходе встречи. То есть он сам говорил, что вот у меня крыша Демеев, и еще Акимы, но по данным фактам никаких процессуальных решений не принималось, и уголовных дел на данный момент нет. Все, спасибо. А на какой стадии сейчас дело, что происходит? Ну, сейчас, во-первых, вернемся к теме нашего собрания. Ну, мы требуем освободить ввиду нарушения срока содержания под стражей наших подзащитных. Это первое основное наше требование, поскольку незаконно содержат их. Мы считаем это давление, угнетение ихнего состояния. Это 8 лет находиться под стражей, как мы считаем, за отсутствующие события. Но сама стадия уголовного дела сейчас, как прокуроры заявили, они завершили представление доказательств. Представляем мы свои доказательства, в ближайшее время, ну, уже по нашим ощущениям, близится к завершению, и мы будем выходить на стадию судебных прений, ну, а потом уже следом идет по УПК вердикт присяжных заседателей, скорее всего, будет. Спасибо.